Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар. Мен бүгін криптода осы уақытқа дейін қандай өзгерістер болды, қандай жаңалықтар болды, болашақта бізді не күтеді, сол нәрселерге өз ойымды айтатын боламын. Одан бөлек бізде портфель бар. Сол портфельге пландарымды да өзгерістерді де міндетті түрде айтамын. Сол себепті бұл ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Ең бірінші бізде Телеграм канал бар. Ол Телеграм каналда адам аз болғанымен посттар шығып отырады. Мүмкін пайдасы тиеді, кеп тіркелсеңіздер болады. Енді қараңыздар, бірінші Хазбик. Хазбик деген блогер өзінің мем токенін шығарды. Мем токен Була деп аталады. Бұл мем токен несімен ерекше? Ең бірінші мем токен осы уақытқа дейінгі топовый адамдардың, яғни танымал адамдардың мем токендерінің 95% почти ол Solanaның сетінде шығатын, яғни Solanада шығып жүрген в основном. Бұл BSK-да шықты, яғни Binance Smart Chain'нің сетінде шықты. Неге екенін мен білмеймін. Мүмкін өздерінің пландары бар болашаққа. Әзірге токен ешқандай қатты өсім немесе қатты құлау көрсеткен жоқ. Яғни көргендеріңіздей 22 мен 12-нің арасында 2 күн болды. 2 күн болды осы диапазонда жүргенде, өзі токенге 2 күн болды. Әрине бұл токенді командасы Хазбик ары қарай токенмен жұмыс жасап, ары қарай дамытатын болса, мүмкін Binance'тан да листинг көріп қалуға болады. Себебі жаңа айтқандай токен BSK-ның сетінде, яғни Binance'тың сетінде. Одан бөлек Хазбик деген тоже көп адам танитын бала. Сол себепті токенмен ары қарай жұмыс жасайтын болса, мүмкін Binance CZ, Binance'тың директоры қолдап, өзінің биржасына листингке шығаруы мүмкін. Бірақ ол үшін әрине токенді скамит етпей, ары қарай жұмыс жасау керек. Қазір қарасақ, холдерлеріне қарасақ, 6000 адам осы токенді ұстап отыр екен. Негізінде көп емес, шынымен аз. Одан бөлек қараңыздар. Басында 4 адам, бірінші 20% ұстап отыр, екінші 20%, үшінші 20%, одан кейін 14%. Яғни былай шыққан кезде 60-75% токенді осы 4 адам ұстап отыр. Барлық 1 миллиард токен болса, соның 75%-ын, яғни 750 миллион токенді почти 4 адамның қолында. Бұл қателеспесем разраптар болуы мүмкін. Яғни сол команда, яғни барлық нәрсе осылардың қолында. Әрине өздерінің токендерін бұлар сататын болса, сразу токен астыға қарай кетеді. Сатпай, керісінше ары қарай сатып алып, рынктан қолдайтын, көмектесетін болса, токенді смело 4-5x-қа дейін шығаруға болады. Себебі капитализация үлкен емес, 127 миллион. Сол үшін әрине барлығы өздерінің қолында деп ойлаймын. Ары қарай төмен құлатады немесе жоғарыға кетіреді. Одан бөлек қазір мем токендер білесіздер, трендте осы жылы PP шықты, Трамп шықты, Fartcoin шықты, Bond білмеймін, Pingui, мысалы Pingui тоже осы жылы шықты. Bond қателеспесем 21-ден келе жатқан мем токен. Қазір көп адамдар, көп блогерлер болсын, инвесторлар болсын, мынандай нәрсе айтып жүрді. Осы цикл мемдардың циклы болды деп. Яғни осы циклда бізде биткоин өсті, мемдар өсті, бірақ альткоиндар өспеді. Альткоиннің 90% өспеді, өскен альткоиндар бар әрине, бірақ үлкен X ешқандай альткоин бермеді. В основном мемдер мен биткоин ғана жақсы пайда әкелді деп айтуға болады. Осы цикл мемдармен аяқталатын болса, бізге өте обидно деп санаймын. Себебі 2 жыл бойы тоқтамай альткоиндарға инвестировать етіп, бұл альткоиндар вообще өспей, керісінше тағы да 90% минусқа кететін болса, бұл біз үшін өте ауыр деп санаймын. Сол себепті мен өзім альткоиндарға әлі сенемін. Мен қазір альткоиндарға келетін болса, мысалы қазір шынымен де рынокта настроение өте нашар. Барлық, мысалы инвесторлардың 70-80%-ы бір жақсы отскок болатын болса, рыноктан кетуге дайын отыр былай шыққан кезде. Мысалы бізде осы жердегідей бір жақсы отскок болатын болса, мысалы 65% алайық, ол қалынша болады. Мына ол $4000 болады эфирмен. Яғни эфир $4000-ға жететін болса, рыноктан өте көп адам кетеді. Ол бір жағынан жақсы деп санаймын. Неге? Себебі барлық альткоиндардың бұл жерде өздерінің егелері бар. Былай шыққан кезде Starknet, мысалы. Starknet'тің 70-80% ол 4-5 адамның қолында. Яғни оларға кез келген уақытта Starknet'ті 10-20x-қа өсіру қиын емес негізі. Бірақ оларға
біз секілді артық инвесторлар олардың монетасында керек емес, яғни Starknetте оларға біздің болмағанымыз дұрыс. Сол кезде қиналмай Starknetті ары қарай өсіре алады деп мен солай ойлаймын. Сол үшін негізінде олардың монетасында адам аз болса, адамдардың бәрінің настроение шынымен де жоқ болатын болса, сол кезде олар қиналмай өсіре алады деп мен солай санаймын. Енді әркімнің ой әртүрлі. Ал енді эфир жаңағыдай осы жерге келген кезде шынымен де өте көп адам рыноктан кетеді. Сол кезде мүмкін альт сезон болады. Бірақ альт сезон ары қарай болмайтын болса, ол кезде эфирді $4000 шығарудың қажеті жоқ деп санаймын. Неге? Себебі эфир $4000 дейін жетті, барлық адам рыноктан шықты, и түсіргеннің уже смысл жоқ түсіргеннен. Мысалы, ешкім рынокта жоқ, олар просто алады, минусқа түсіреді. Мысалы, $1000 дейін түсірді санайық, $4000 кейін. Бұл жерде уже смысл болмайды, потому что уже $4000 барлығы рыноктан шығып кетеді. Мүмкін $4000 жетеді. Сол кезде ақпараттар өте быч ақпараттар болады. Мысалы, осындай көтереміз, өйтеміз, крипто $10,000, эфир $10,000 болады, $15,000 болады деп жақсы ақпараттармен алдап кіргізіп, одан кейін құлатса мүмкін ол кезде. Бірақ білмеймін, қазір адамдарды альт сезонға сендіру өте қиын деп санаймын, себебі ешкімде настроение жоқ. Өте ұзақ уақыт бойы бізде, былай қарасақ, өте ұзақ уақыт бойы бізде жақсы өсім болмады. Давайте бір неделькамен көрейік. Былай қарасаң, негізі $4000 дейін жақсы өскен екен ғой. Диапазон сен қарайтын болсақ. Осы жерден бастай берейік, иә. Қараңыздар. Уже 1078 күн болған бір жақсы өсім көрсетпеген эфирдің. $4000 негізінде ол $2000-дан $4000 өте аз ол. Өсу деп айтуға да келмейді. Одан кейін қазір жаз басталды. Бір жағынан жазда барлық отпускта болады. Жазда ешқандай рынокта былай қатты құлау, қатты өсу болмайды деп оны тоже адамдар күтіп отыр. Яғни жазда 2 ай бойы. Примерно осы жердегідей боламыз. Міне бұл жаз. Жаздың графигі көргендеріңізде жазда тып-тыныш болған. Мынау тағы да жаз. 2021 жылғы жаз көргендеріңізде қатты құлаған керісінше жаздың басында. Кейін августта уже қайттан өсіп бастаған. Августта ғана өсім басталған екен. Былай шыққан кезде, көбінесе осы уақытқа дейін тарихтың барлығын қарасақ, бізде жаздың басыңғы 2 айы ол шынымен де отпуск болады. Сол үшін уже рост болатын болса, барлық адам сентябрьде күтіп отыр. Яғни бұл жерде осылай жүреді, осылай тағы да. И сентябрьде ғана уже жаңағы отскок болатын болса, сентябрьде болуы мүмкін деп күтіп отыр негізі инвесторлар. Мен осы отскок осы жаздың басыңғы алдыңғы 2 айында болуы мүмкін. Яғни өзім солай ойлаймын, жаздың басыңғы 2 айында ешкім күтпеген отскокты беруі мүмкін. Сосын кішкене құлап, сентябрьде уже альт сезон басталуы керек деп санаймын. Негізінде бұл шынымен былай қарасаң өте қиын нәрсе. Қазір ешкім сенбейді деп ойлаймын бұл нәрсеге. Бірақ мүмкін үміт бар. Сол үшін негізі бәрі жақсы болады деп санаймын. Мен өзім солай ойлаймын. По-любому өсетін шығар, бір күн болмаса бір күні. Ал енді мен өзімнің портфеліме келсек, менде портфель дәл қазір көргендеріңіздей өте аз. Негізінде $2600 болу керек болған. Көргендеріңізде минус 52%, $1357 минуста. Көп емес негізі. Бұл жерде ең ауыр нәрселер, бұл жерде менде Warren Hall 58%, минуста $264. Кіріп кете береді осылай. Одан кейін бізде Starknet $607 минуста. Ал енді портфельде қандай өзгерістер болды?
Мен Lido сатып алдым. Lido менде Телеграмда пост болған. Лонг аштым. Мен Lidoдан лонг аштым $50 үшінші плечомен. Одан бөлек портфельге сатып алдым. Lido менде ұзақ уақыт бойы сатып алам деген ой болып жүрді. Бірақ $1 төмен күттім. $1 төмен келді, мен сатып алдым. Екінші Hashflow сатып алдым. Hashflow негізінде өте аз. Мысалы $34 сатып алдым, қазір 16%. $34 емес, $30 сатып алдым, қазір 16% плюста, яғни $4.88 плюста. Бұлай көруге болады негізі. Міне $0.52 $30 сатып алғам. Одан кейін тағы да мен EigenLayer сатып алдым. EigenLayer Lido жайлы видео болады толық, типа не проекттер, қандай проекттер деген сияқты. EigenLayer мен $0.75 сатып алдым, қазір 82% плюста, плюс $14. EigenLayer қазір кіретін болсақ қараңыздар. EigenLayer мен негізінде өте жақсы бағадан сатып алдым деп санаймын өзімді. Да, $0.75 примерно осы почти дносында сатып алғам. Одан кейін әлі берген жоқ. $1 төмен түсетін болса, мен ары қарай тағы да сатып алам. Мысалы, 98 осы жерге дейін бір кеп беру керек деп санаймын. Осы жерлерде примерно тағы бір сатып алу мүмкін. Негізі сатып алуға үміт бар, сатып алам деген. Примерно қалай кетеді ары қарай көреміз, ары қарай белгілі болады. Сосын Arbitrum сатып алдым 100 штук. Arbitrum негізінде өте мықты монета, Layer 2-лердің арасындағы топ 1 ғой былайша айтқан кезде. Бірақ негізінде менде акцент қатты жоқ Arbitrumға. Arbitrum менде просто нелер комиссияларға сеттен сетке бридж жасағанда өте қатты керек. Сол үшін мен Arbitrum сатып алдым, кейін альтсузон болатын болса қатты өз сатып алу қиын болады деген сияқты нәрсе. 100 Arbitrum көп емес. Қазір $2 минуста 5%. Сосын Ironfish деген монета тоже сатып алдым. Ironfish деген монета айға қатысты монета, былайша айтқан кезде Архымның аналогы ғой, бірақ Архымнан бірінші шыққан по идее. Бірақ болашақта бұл жайлы тоже видео болу керек, қандай монета деген сияқты. Но бұл қазір көргендеріңіз 7% минуста. Тағы алуға тырысамын. Ironfish деген